Достар, барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Адамның бойының ұзын қысқалығы оның күнделікті өмірдегі іс-әрекетіне, мінез-құлқына ешқандай қатысы жоқ сияқты болып көрінеді бір қарағанда. Дегенмен ғалымдар олай ойламайды. Адам бойының ұзын қысқалығы оның мінезімен тікелей байланысты екен. Егер сіздің бойыңыз 140 сантиметрге дейін болса, сізді құттықтаймын. Сіз қолы ашық, пейілі кең жандардың қатарына жатасыз. Сонымен қатар сіз өте еңбекқор жандардың қатарындасыз. Өзіңіздің еңбегіңіз арқылы осы әлемге титтей болсын бір жақсылық жасап қалғыңыз келеді. Бірақ оны айналаңыздағы адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін. Бірақ көбіне махаббатта жолы бола бермейді екен. Ал бойының ұзындығы 140-150 сантиметр аралығындағы жандар ақылды әрі көп ойланғыш болып келеді екен. Кішкентай нәрсенің өзін пікірлеп, саралап, түбіне жетіп қана тынышталатын көрінеді. Сонымен қатар олардың талаптары да жоғары, яғни оны қоршаған адамдар өте ақылды, сонымен қатар өздері сияқты ойланғыш болғаны тым жақсы. Ал егер де сіздің бойыңыз 150-160 сантиметр аралығында болса, сіз барлық затқа философиялық тұрғыдан қарайтын тұлғасыз деген болжамда бар. Сіздің түйсігіңізбен айтқан нәрселер шын болып жатады. Сіздің бұл дарыныңызды кейбір адамдар түсінсе, кейбір адамдар түсінбей мысқылдап күлуі мүмкін. Оларға ренжімеңіз. Керісінше, бұл дарыныңызды одан әрі дамыта түсіңіз. Ал егер де сіздің бойыңыз 160 пен 170 сантиметр аралығында болса, сізді де құттықтаймын. Сіз өте шыншыл жансыз. Сонымен қатар, айналаңыздағы адамдардан да соны талап етесіз. Сіздің жауапкершілігіңіз өте мол. Сіз әрдайым жаңашыл заттарға ынтықсыз. Сізбен әңгімелескен адамның ешқашан іші пыспайды, өйткені сіздің өміріңіз қызықты шытырмандарға толы болып келеді. Бойының ұзындығы 170-180 сантиметр аралығындағы жандар өз-өзіне өте сенімді, сонымен қатар қасындағы адамдарды басқарғанды өте жақсы көреді екен. Сіз өте тәуелсіз жансыз, сіздің қағидаңыз бәрін өзім жасаймын. Сіз тек өзіңіз үшін ғана емес, жақын адамдарыңыз үшін де мықты болғыңыз келеді. Олар сіздің бұл қасиетіңізді жоғары бағалап, сізге әрдайым сенім артып отырады, және сіз олардың сенімнен шығуға барынша тырысасыз. Шындыққа тік қарайтыныңыз тағы да бар. Ал егер де бойыңыз 180 мен 190 сантиметр аралығында болса, сіз адамгершілігі мол, сонымен қатар өте сезімтал жансыз. Достарыңыз өте көп. Сонымен қатар, шынайы махаббатты іздеуден жалықпайсыз. Егер сізге деген адамның сезімі шынайы болса, сіз оны жоғары бағалап, оған да жақсы қарым-қатынас жасауға әрдайым асықсыз. Ал бойының ұзындығы 190 және одан да жоғары ерекше адамдардың мінез-құлқы да ерекше болып келеді. Олар әрдайым күліп жүреді, бақыттың не екенін түсінеді, сонымен қатар олар өз ойын әрқашан биік тұтады. Ал сіздің бойыңыз қанша? Бейнеролик ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі роликте кездескенше.